Сәлем достар! Сендермен бірге мен Арука Микс. Достар, бүгінгі видеода мен Лизаның екінші бөлімін түсіремін. Себебі сіздер Лизаның бірінші бөлімінде 3-4 сағатта 1000 лайкты жинадыңыздар. Сіздер уәделеріңізде тұрдыңыздар, және мен де бүгін уәдемде тұрамын. Ендеше кеттік. Достар, біз бүгінгі Лизанымызды дәл алдыңғыдай мәзірмен жасаймыз. Ендеше ол үшін бізге пена, шампунь, бор қышқылы, ПВА клей. Достар, сіздер осындай кішкентайын ала берсеңіздер болады. Екеуі бір клей, су, бояуыш. Мен сіздерге уәде бергенде, мен бүгін өзімнің Лизанымды көк түспен жасаймын. Және ыдыстар. Біреуіне біз Лизанымызды жасаймыз, ал біреуіне саламыз. Ендеше кеттік. Достар, біз ең алдымен ыдысымызға ПВА клейді құямыз. Достар, біз ыдысымызға ПВА клейді қосып болған соң, біз оған пена қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, ал енді араластырып біткен соң, біз бұған шампунь қосамыз. Достар, ал енді біз бояуыш қосамыз. Міне, ал енді жақсылап араластырамыз. Достар, міне қараңыздар, түсі өте керемет болып шықты. Көгілдір өте керемет. Ал енді достар, біз мына суымызға бор қышқылын қосамыз. Бор қышқылын қосып алған соң, біз араластырамыз. Және одан соң біз өзіміздің Лизанымызға бор қышқылын біртіндеп қосып отырамыз. Және мен арасында араластырамын. Сонымен қатар достар, одан кейін біз Лизанымызды тоңазытқышқа салып қойсақ болады. 15-20 минутқа.
Бірақ ең алдымен оны жақсылап араластыру керек. Достар, мен біздің лизунымызды 15 минутқа тоңазытқышқа салып алдым, және бізде осындай өте керемет лизун шықты. Өте жұмсақ, әрі өте керемет лизун екен. Енді достар, бұл лизунымызды ыдысына салайық. Мен бұл лизунымызға арнайы осындай мөлдір ыдыс алдым. Себебі мен өзімнің лизунымды осы ыдыстан көргім келеді. Көрініп тұру үшін дәл осындай мөлдір ыдыс салдым. Қалай достар? Сендерге ұнады ма? Достар, егер сіздердің естеріңізде болса, мен алдыңғы видеода міне осы сары лизунды жасаған едім. Ол да өте керемет лизун болды. Достар, видеоның соңына таман, сіздерге қызық болу үшін, мен мына екі лизунды қосып көрейін. Достар, көз алдыларыңызда біздің лизунымыз жасыл түске айналды. Енді бізде жасыл лизун да бар. Біз бүгін екі лизун жасадық. Біреуі көк, ал біреуі жасыл. Достар, ал енді біз осы жасыл лизунымызды да ыдысқа салайық. Мен оған арнайы осындай кивидің ыдысын алдым. Енді менде мына лизундар бар. Сары, жасыл, көк. Достар, осы лизундардың барлығын мен өз қолыммен жасадым. Сіздерге де кеңес беремін.
Достар, осымен менің видеом тамамдалып қалды. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достар, менің ВК парақшама және Инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Олар описаниеда болады. Және достар, егер осы видеоның астына тағы да 2000 лайк және менің арнама 12000 тіркелуші жиналсам, мен керемет Лизун туралы тағы да видео түсіремін. Достар, сіздер маған 12000 тіркелуші жинасаңыздар, мен өте қуанышты болатын едім. Себебі менің келесі айда Құдай қаласа туған күнім болады. Сол кезде менің арнамда 12000 тіркелуші болса, онда сіздердің маған туған күнмен жасаған сыйлықтарыңыз деп білетін едім. Ендеше, сау болыңыздар!